Сонымен математикадан 106-шы сабаққа да келіп жеттік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 20 көлеміндегі сандар. Яғни біз бүгін осы 20 көлеміндегі сандарды ауызша қосу және азайтуды жалғастыратын боламыз. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың берілгенін түсініп оқы. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Яғни мұнда тұрған бос орындарға тиісті сандарды атай отырып, бұл сандарды тура және кері ретпен айтуымыз керек. Ендеше кеттік. Қазір біз тура ретпен санайтын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бұл жерде байқап отырғаныңдай тақ сандардың барлығы жазылған. Жұп сандарды біз жазып шықтық. Енді 20-дан 1-ге дейін кері ретпен санаймыз. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. Тамаша. Екінші тапсырмаға назар аудара ғой. Екінші тапсырмада есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір дейді. Өткен тақырыпта алған білімді қолдана отырып, қазір берілген есептеулерді орындап көрейік. Жасыл түс ондықтарды білдіретінін, қызғылт түс бірліктерді білдіретінін сен білесің. Ендеше 11 мен 9-дың қосындысын орындап көрейік. 11 санында бір ондық және бір бірлік бар. Сондықтан да біз ондыққа тиіспейміз, біз тек қана бірліктерді қосып шығамыз. Бірлікке бірлікті. Мына бір ондық, ол сенің ойыңда. Бір бірлікке 9 бірлікті қоссақ, 10 болады, я? Біздің ойымызда мына жерде тағы бір ондығымыз бар ғой. 10-ға 10-ды қоссақ, 20-ға тең. Келесі. Енді 8 бен 11-дің қосындысы. Бұл жерде де дәл солай. 8 ол тек қана бірліктен тұратын сан, я? Ол бір таңбалы сан. 11 ол 2 таңбалы сан. Сондықтан да мұндағы бір ондықты біз есептемейміз. Біз бірлікке бірлікті қосамыз. 8 бен 1-дің қосындысы 9-ға тең. Және есептемей тұрған бір ондығымыз бар. Сонда 8 бен 11-дің қосындысы 19-ға тең. Келесі. 19 бен 3-тің айырмасын табамыз. Бұл жерде де дәл солай. 19 ол 2 таңбалы сан, 3 бір таңбалы сан. Сондықтан да 19-дың бір ондығын біз есептемейміз, оны дәл сол күйінде мұнда жазып қойдық. Енді бірліктен бірлікті азайтамыз. 9 бен 3-тің айырмасы 6-ға тең. Сонда 19 бен 3-тің айырмасы 16-ға тең екен. 18-де 18 бен 5-тің айырмасы дәл солай. Бұл жерде де 18 2 таңбалы сан, ал 5 бір таңбалы сан. Сондықтан да 2 таңбалы сандағы ондықты біз дәл сол күйі жазып қойдық, бір ондық деп, және бірліктен бірлікті азайтамыз. 8-ден 5-ті азайтсақ, мәні 3-ке тең. Демек, 18 бен 5-тің айырмасы 13-ке тең. Дәл осындай есептеу тәртібімен үшінші тапсырманы орындап көрейік. Суреттерге қарай отырып, төмендегі өрнектердің мәндерін тауып шығамыз. Алдымен 6 бірлікке 4 бірлікті қосайық. Біз бір таңбалы сандарды қосу азайтуды еркін меңгергенбіз, сондықтан да бірден есептейміз. 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең болса, енді жаңағы айтқанымдай, мұнда 6 мен 4 ол бір таңбалы сандар. Ал төмендегі өрнекте 16 2 таңбалы сан, 4 бір таңбалы сан. Сондықтан да 16-ның бір ондығын біз дәл сол күйі жазып қоямыз да,
Дәл жаңағындай 6 бірлікке 4 бірлікті қосамыз. Мұнда сәл қазір қате кетті. Қайталап айтайын. Ауызша есептеген уақытта жазбай қоя тұрамыз, ауызша есептеген уақытта 16 мен 4-тің қосындысын табу үшін жаңа айтқанымдай 16 ол 2 таңбалы сан, 4 1 таңбалы сан. Сондықтан да 16-ның 1 ондығын біз есте сақтаймыз, оны есептемейміз. 6 бірлікке 4 бірлікті қосамыз. 10, мындағы 1 ондығымыз бар, екеуін қосқан кезде барлығы 20 болады. Әрі қарай дәл осы реттілікпен 10-нан 9-ды азайтайық. 10-нан 9-ды азайтсақ 1 екенін біз білеміз, Ал 20-дан 9-ды азайтсақ қанша болады? 20 мен 9-ның айырмасы. 20-ның біз 2 ондық екенін білеміз. Ондықтан 2 бар екен. Біз 1 ондығынан азайтпаймыз. Біз 2-ші ондығынан азайтамыз. 10-нан 9-ды азайтамыз. 1, Сонда 1 ондық, 1 бірлікті бұлай жазып қоямыз. Ары қарай 3 пен 7-нің қосындысы 10-ға тең екенін сен білесің. Ал 13 пен 7-нің қосындысын табу үшін 13 санындағы 1 ондықты есептемей ойда ұстайсың. 3 пен 7-нің қосындысы 10-ға тең, 10-ға тағы 1 ондықты қосамыз, мәні 20-ға тең. 2 мен 5-тің қосындысы 7-ге тең болса, 12 мен 5-тің қосындысы 10-ды есептемейміз 1 ондықты. 2 мен 5-тің қосындысы 7 болса, 17-ге тең болады. Міне ауызша тәртіппен біз 20 көлеміндегі сандарды осылай табамыз, есептеу арқылы табамыз. Келесі 4-ші есеп, бұл мәтіндік есеп. Мәтіндік есептің 4 бөлігі бар екенін сен білесің, Яғни сөз есептің 4 бөлігі бар. Ол есептің шарты, есімізге түсіріп өтейік. Есептің сұрағы, есептің шешуі және есептің жауабы. Мәтіндік есепті шығарған уақытта осы төртеуінің түгел болуын мұқият қараймыз. Ендеше 4-ші тапсырмаға назар аудар. Есептің берілгенде былай дейді. Есепті шығар. 2 кері есеп құрастырып, оны да шығар дейді. Қазір біз бұл есептерді шығаратын боламыз. Ендеше берілгенін оқиық. Бірінші себетте 5 килограмм, ал екіншісінде одан 3 килограмм артық қызанақ бар. Екінші себетте неше килограмм қызанақ бар дейді. Енді қазір біз ең бірінші есептің шартын құратын боламыз. Ол үшін белгілі сандарға қараймыз. Бізде 5 килограмм және 3 килограмм артық деген ұғым бар, 5 килограмм ол ненің массасы? Ол бірінші себеттегі қызанақтың массасы. Ендеше жазамыз. Бірінші себетте қысқартып, мен С деп жаза салайын, себетте деп толық жазсаң да болады. 5 килограмм. 3 килограмм артық ол қай себетте? Ол екінші себетте. Екінші себетте бізге нақты айтып тұрған жоқ неше килограмм екен. Бізге оның белгісіз екені айтылып тұр, және бірінші себеттен 3 килограммға артық екен айтылып тұр. Міне, енді есептің сұрағын табайық. Сұрақ белгісі қайда тұр? Екінші себетте тұр, міне. Демек, біз осы екінші себетте қанша килограмм қызанақ барын табуымыз керек. Енді табу үшін есептің шешуіне өтеміз. Артық болған жағдайда сан артады. Бұл жерде 5 килограммнан 3 килограммға көп деп тұр, артық деп тұр. Яғни біз ол арту үшін, көбею үшін қосу амалын пайдаланамыз. 5 килограммға 3 килограммды қосамыз. 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Ендеше есептің енді жауабына өтеміз. Сұрақ белгісі мұнда тұр ғой, бізден екінші себетте қызанақтың массасын сұрап тұр. Сондықтан да біз міндетті түрде осыны жазамыз жауабына. Екінші себетте
8 килограмм қызанақ бар. Енді осы есепке 2 кері есеп құрастыр деген. Ендеше кері есеп құрастырып көрейік. Кері есепте өзіміз білетіндей біз белгілі мәліметтер мен белгісіз мәліметтердің орнын ауыстырамыз. Бірінші себеттің массасы белгілі болса алғашқыда, екінші себеттің массасы белгісіз болды, е? Біз енді керісінше екінші себеттің массасын белгілі етеміз, оның 8 килограмм екенін таптық. Бірінші себеттің массасын белгісіз жасаймыз. Артықсыз баларды сызып тастайын. Міндетті түрде дәптеріңе толық, ешқандай сызбасыз өзің есепті жазып қоясың. Бұл жерде есепті түсініп алу маңызды. Есептің шығару жолын түсініп алу маңызды. Ендеше кері есеп құрайық. Біз екінші себетте 8 килограмм қызанақ бар екенін анықтадық. Енді бірінші себетте мұнда артықты кемге ауыстырамыз. Бұл кері есеп қой. Бірінші себетте белгісіз, бірақ екінші себеттен 3 килограммға кем дейміз. Міне, есептің шарты құрдық. Есептің сұрағын таптық. Бұл жерде бірінші себеттегі қызанақтың массасы белгісіз. Енді шешеміз есепті. Артық болған жағдайда біз қосу амалын пайдаландық қой. Енді мұнда кем деп тұр, демек біз азайтамыз. 8-ден 3-ті азайтамыз. 8 бен 3-тің айырмасы 5-ке тең. Енді сұраққа жауап берейік. Сұрақ белгісі бірінші себетте тұр, е? Яғни бізден сұраған болатын. Бірінші себетте қанша килограмм қызанақ бар деп жазамыз. Бірінші себетте 5 килограмм қызанақ бар. Маған ыңғайсыз болғандықтан жазуым қисайып кетуі мүмкін, кешірім өтінемін. Бірақ дәптерге жазған уақытта оқушым міндетті түрде көркем, сауатты, әр цифрды, әр санды жеке клеткаға жазып, қатесіз жазғаның дұрыс болады. Енді қарап отырғандай, мұнда біз есептің өзін шығардық, және оған бір кері есеп құрастырдық. Қыз дегенін мына жерде мен қысқартып қойдым, қызанақ деген сөз. Енді екінші кері есеп. Екінші кері есепті мұнда орындайық. Біз бірінші себеттегі қызанақтың массасын таптық, екінші себеттегі де қызанақтың массасын таптық. Енді келесі бір кері есепті біз барлығын табуға құрастырсақ болады, барлығын табуға болатын есеп. Ендеше жазайық. Бірінші себетте 5 килограмм қызанақ бар екен белгілі. Екінші себетте 8 килограмм қызанақ бар екені белгілі. Міне бағана біз тапқанбыз, е? Енді есептің, міне бұл шарты. Енді есептің сұрағы керек бізге. Екеуі де белгілі болған жағдайда біз бірі екіншісінен қанша артық, қанша кем деп құрамызға болады, немесе ең оңайырағы барлығы қанша килограмм қызанақ бар деп есептің сұрағын өзгертсек болады. Ендеше шешуін жазайық. Бірінші себетпен мына сызбаға назар аударсаң, екінші себетті қосқанда барлығы қанша екенін сұрап тұр бізден. Демек біз бұл жерде 5 килограммға 8 килограммды қосамыз. 5 пен 8-дің қосындысы 13-ке тең. Ендеше сұраққа жауап берейік. Барлығы қанша деген сұраққа дәл солай жауап береміз. Барлығы 13 килограмм қызанақ бар. Мысалы, анам дүкеннен бірінші себетке 5 килограмм қызанақ, екінші себетке 8 килограмм қызанақ салып алып келді. Менің анам барлығы қанша килограмм қызанақ сатып алып келді деген секілді есептерге байланысты шығаруға болады. Міне, төртінші тапсырманы шығардық. Оған 2 кері есепті де жазып көрсеттік. Енді келесі 5-ші тапсырмаға өтейік.
Бесінші тапсырмада былай дейді. 5-ке, міне тұр. 15-ке, міне. Және 20-ға тең сандардың қосындысының біреуін таңда дейді. Яғни, мұнда тұрған сандардың барлығының қосындысы 5-ке тең, е? Мұндағы сандардың қосындысының барлығы 15-ке тең. Ал мұндағы сандардың қосындысының барлығы 20-ға тең. Осы сандардың ішінен біреуін таңда дейді. Мысалы, мен мұнда 2 мен 3-тің қосындысын таңдаймын. Мұнда мен 14 пен 1-дің қосындысын таңдаймын. Сен өзің қайсысын таңдағың келеді, соны таңдайсың. Ал мұнда мен 12 мен 8-дің қосындысын алайын. Міне таңдадым. Енді олармен байланысты айырма құрастыр дейді. Дәл осымен байланысты айырма құрастыр дейді. Ендеше шығарып көрейік қазір. Мен мұндағы сөз есептің алғашқысын өшіре тұрайын, жазып үлгерген болсаң. Бұл 5-ші тапсырма. Мен 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең деген өрнекті таңдадым, я? 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең. Және мұнда 14 пен 1-дің қосындысы 15-ке тең деген өрнек таңдадым. 14 пен 1-дің қосындысы 15-ке тең. Және үшіншісінде 12 мен 8-дің қосындысы 20-ға тең деген өрнек таңдадым. Енді осы қосындылармен байланысты айырма құрастыр деген. Біз бұл жерде қосуды немен тексереміз? Соны есімізге түсірейік. Қосуды біз немен тексереміз? Біз азайтумен тексереміз. Яғни шыққан 5 саннан қосылғыштардың біреуін азайтсақ, екінші қосылғыш шығады. Немесе шыққан 5 саннан бірінші қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады. Мұнда да дәл солай. Шыққан 15 саннан біз бірінші қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады. Немесе шыққан 15-тен біз екінші қосылғышты азайтсақ, онда бірінші қосылғыш шығады. 12 мен 8-дің қосындысында да шыққан 20 саннан біз бірінші қосылғышты азайтсақ, онда екінші қосылғыш шығады. Сол шыққан саннан керісінше біз екінші қосылғышты азайтатын болсақ, онда бірінші қосылғыш шығады. Яғни бұлар бір-біріне өзара кері амалдар. Қосуды біз осылай азайтумен тексереміз. Келесі енді 6-шы тапсырмаға өтейік. Тапсырмада былай дейді. Мысалдарды қатар мен баған бойынша есепте. Бос тор көздерді толтыр. Біз қазір қатар мен баған бойынша тізбектей отырып есептеп, мына бос тор көздерді толтырамыз. Ол үшін мына бос тор көзге назар аударайық. Бұл жерде екінші қосылғыш белгісіз. 40-қа қандай санды қосқанда 90 шығады? Қосуды біз азайтумен тексеретімізді білеміз. Ендеше 90-нан 40-ты азайтамыз. Ережені еске түсірейікші. Белгісіз. Егер қосылғыштың біреуі белгісіз болса, онда біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. 90 мен 40-тың айырмасы 50-ге тең. Демек, 40 пен 50-дің қосындысы 90-ға тең. 90 шықты, енді ары қарай 90-нан әрі жүреміз. Тізбектей отырып, 90 мен 10-ның қосындысы 100-ге тең. Оны бірден табуға болады. Келесі, үшінші мысалымыз бізде 30-дан мында тұр. Қандай санды азайтсақ, мәні 10-ға тең болады. Бұл жерде азайтқыш белгісіз. Азайтқыш белгісіз болғанда, азайғыштан айырманың мәнін азайтасың. Яғни 30-дан 10-ды азайтасың. 20-ға тең. Тексерейік. 30 бен 20-ның айырмасы 10-ға тең. Енді көріп отырғаныңдай, мына қатарда, мына бағанда 50 мен 20 белгілі болды, я? Енді азайтайық. 50-ден 20-ны азайтатын болсақ, мәні 30-ға тең. Ең соңғы бос тор көз бізде бірінші қосылғыш белгісіз. Бұл жерде біз жаңа айтқанымдай, қосылғыш белгісіз болғанда, қосындының мәнінен
белгілі қосылғышты азайтамыз. 100 бен 30-дың айырмасы 70-ге тең. Ендеше 70 бен 30-дың қосындысы 100-ге тең. Бірінші шаршыны түсіндіріп өттім, екіншісін тек қана бірден менімен бірге есептеп отыр. Ендеше кеттік. 90 мен 10-ның қосындысы 100-ге тең. Белгілі мысалдарды шығарып алайық. Ары қарай 50 мен 30-дың айырмасы 20-ға тең. 100 бен 20-ның айырмасы 80-ге тең. 10 мен 30-дың қосындысы 40-қа тең. Ендеше қандай санға 40-ты қосқанда 80 шығады? Әрине 40-қа 40-ты қоссақ 80 шығады. Міне 106-шы сабақтағы оқулыққа берілген тапсырмаларды орындадық. Енді қазір біз сонымен жұмыс дәптерінде 106-шы сабаққа барлығы 3 тапсырма берілген. Осы тапсырмалардың берілгенін оқи отырып, қазір орындайтын боламыз. Алдымен бірінші тапсырмадан бастаймыз. Есепте дейді, айырмалардың асын сыз дейді. Ендеше есептейік. Мен оқулықта барлығын түсіндіре отырып шығарған болатынмын. Мұнда бірден шығарып отырамын. Сен де менімен ілесіп, жауаптарды атап отырып жазсаң болады. Ендеше кеттік. 14 пен 2-нің қосындысы. Біріншісін түсіндіріп өтейін. Жаңағы осыған дейін айтқанымдай, 14 ол 2 таңбалы сан. Ал 2 ол 1 таңбалы сан. Сондықтан да 14 санындағы бір ондықты біз есептемейміз, оны ойда ұстаймыз. Бірлікке бірлікті қосамыз. 4 бірлікке 2 бірлікті қоссақ, 6 бірлікке тең. Сонда мына ойдағы бір ондығымыз бар, 16 болады. Міне дәл осылай басқа қосындыларды есептеп шығамыз. 18 бен 1-дің қосындысы 19-ға тең. 17 мен 3-тің қосындысы 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең. Мұнда тағы бір ондығымыз бар, 20 болады. 10 мен 6-ның қосындысы 16-ға тең. 10 және 6. 19 бен 1-дің қосындысы бір ондығымыз ойда. 9-ға 1-ді қосамыз 10, 2 ондықты қосамыз 20. Міне, орындадық. Енді айырмаға өтейік. 15 пен 10-ның айырмасы 10 және 5. Осыдан 10-ды азайтамыз. 5-ке тең. 18 бен 3-тің айырмасы. Мұнда да 18 2 таңбалы сан, 3 1 таңбалы сан. Сондықтан бір ондықты есептемей ойда ұстаймыз. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 8 бен 3-тің айырмасы 5-ке тең. Мұнда бір ондығымыз бар, 15. 10 мен 4-тің айырмасы 6-ға тең. 20 мен 6-ның айырмасы 20 ол 2 ондық екенін білесің. Бір ондықты есептемейміз. Мына ондықтан 6-ны азайтамыз. 4-ке тең және бір ондығымыз бар, ойда. 20 мен 6-ның айырмасы 14-ке тең. 18 бен 2-нің айырмасы 16-ға тең. Міне есептеп шықтық. Артық сызба түсіндірмелерді мен өшіремін. Сен дәптеріңе көркем, таза етіп мәндерін жазасың. Міне орындадық бірінші тапсырманы. Келесі, екінші тапсырмада былай дейді. Өрнектердің мәнін тап. Яғни мына өрнектердің барлығының мәнін тауып аламыз. Одан кейін мәні 70 болатын сандарды жасылмен боя дейді. Мәні 17 болатын сандарды көкпен боя дейді. Яғни мәні 70 болатын өрнектер жазылған тіктөртбұрыштың ішін жасылмен бояйсың. Мәні 17 болатын мысалдар жазылған тіктөртбұрыштың ішін көкпен бояйсың. Алдымен біз барлығын есептеп алайық. Мәні нешеге тең болатын? Бізге бояғанда әдемі тиянақты болу үшін біз мәнін өрнектің сыртына жазайық. 10 мен 7-нің айырмасы 3-ке тең. 10 мен 7-нің қосындысы 17-ге тең. 1 мен 6-ның қосындысы 17-ге тең. 13 пен 4-тің қосындысы 17-ге тең. 14 пен 3-тің қосындысы 17-ге тең. 17 мен 0-ның қосындысы 17-ге тең. 16 мен 1-дің айырмасы 15-ге тең. 17 мен 0-ның айырмасы 17-ге тең. Міне бірінші бағанда есептедік. Келесі,
10 мен 6-ның айырмасы 4-ке тең. 20 мен 5-тің айырмасы 15-ке тең. 70 пен 0-ның қосындысы 70-ке тең. 20 мен 3-тің айырмасы 17-ке тең. 90 мен 20-ның айырмасы 70-ке тең. 30 мен 40-тың қосындысы 70-ке тең. 10 мен 60-тың қосындысы 70-ке тең. 50 мен 20-ның айырмасы 30-ға тең. Дәл осылай үшінші бағанды да өзің есептеп, одан кейін берілген түстерге бояйтын боласың. Енді қазір біз жасыл түсті таңдаймыз. Қандай мысалдарды жасыл түспен бояу керек? Мәні 70 болатын. Ендеше, міне, мысалы 70 пен 0-дің қосындысы 70-ке тең. Біз осы тікті төртбұрыштың ішін жасылмен бояймыз, тағы қай жерде 70. Мысалы, міне 70, мынаның ішінде жасылмен бояп шығамыз, міне. Осылай барлық мәні 70-ке тең болатын мысалдарды бояп шығасың. Енді көк түсті таңдайық. Мәні 17 болатын мысалдарды көк түске боя деген. Яғни 17 көрсетілген мына мысалдардың барлығын біз көк түске бояп шығамыз. Мұнда да бар, міне. Әрине, дәптерге бояған уақытта біркелкі тұтас әдемі етіп бояйсың. Және үшінші тапсырма, соңғы тапсырма жаз дейді. Бұл көркем жазуға берілген тапсырма 7 және 8 цифрларын әр қайсысын жеке тор көзге, тор көздің оң жағына жазамыз. Міне, бірінші элементі, екінші және үшінші элементтерін саламыз. Тор көздің оң жақ бұрышына саламыз. Дәл солай мұнда 7-ні жазып шығамыз және одан кейін 8-ді жазып шығамыз. Арасына бір тор көз қалдыра отырып жазып шығасың. Міне, 106-шы сабақта дәптерге берілген тапсырманы да орындап шықтық. Келесі 107-ші сабақта кездескенше